Бүгін біз саңырауқұлақтан сорпамызға саңырауқұлақ қосып, мен мына саңырауқұлағымды, яғни қозықұйрық, бұл жерде саңырауқұлақ емес, қозықұйрығымды 45 минут қайнатып жатырмын. Әлі бір 20 минуттай, 25 минуттай бар. Қайнап жатыр жақсылап. Қайнағаннан кейін мен бұны сүзіп аламын. Жақсылап жуып. Қозықұйрығымызды ең бірінші жуып, тазалап, жақсы жаңағы мысырларынан деп айтамыз ғой, дақтарынан, шөп шаламынан тазартып, сосын барып суға салып қайнатамыз. 45 минут. Басқаны білмеймін, мен өзім 45 минут қайнатам. Осылай жақсылап қайнатып аламын. Одан кейін барып сүзіп суытып қоямын. Бүгін бізде қозықұйрықтан сорпа. Енді қозықұйрық сорпасына қажетті заттарымыз ең бірінші қозықұйрығымыз, одан кейін сәбіз, бір бас пияз, және 3 картоп ал. Сәбізімізді мінекей, сәбізімізді тұмылтып кесеміз. Сәбіз езілмейді ғой, сондықтан аса қатты жуандылық қажет жоқ. Мынандай керемет сәбіздеріміз шығады. Екіге бөле салсақ болады. Міне, зорлы сәбізіміз дайын болды. Енді картопқа кезек береміз. Пиязымызды турап қойдық. Сәбізімізді турадық. Және біздің томат қосу керек. Мен томат ойына бүгін сорпама, яғни қыста өзім жаққан цицилиімді қосам. Бұның ішінде помидор, қияр, болгарский, не керек қосуға тиіс, салат қосылатын барлық бар құнарлы заттар. Сол себепті бүгін мен сорпама осы цицилиімді қосамын салатымда. Енді картошкамызды тураймыз. Картошкамды әрлеп турауға болады әрине. 4-5 қылып турасаңыздар да. Қазір мен әрлеп турап көрейін деп жатырмын картошканы. Негізі картопты 4-1 турайды, бұл өткен тез езіліп кетеді. Енді біз ұзақ қайнатпасақ, әрине езілмейді. Өзі бір езілмейтін картошкалар да болады өзі. Алынбайым дейді онау. Жуан қылып тураймыз енді. Жетегімізді алынбай қапты. Бүгін сәбізімізде, картопымызда узор бір болады. Осылай. Бір жерде алынбайған екен. Жуандау тураймыз бұны. Екен картоп езіліп кетуі мүмкін. Әрине қалған қалдықтарды салып жібереміз. Неге картоптарымызды дәл осылай турап шығамыз. Міне біздің сорпаға, қозықұйрық сорпасына қосылатын заттарымыз: пияз, картоп, көріп тұрғандарыңыздай, және сәбіз, және салат. Қыста өзімнің жапқан. Бұл цицили жабу видеом бар, анамнан каналымнан көрсеңіздер болады. Қозықұйрығымыз болды, қайнап, енді сүзіп аламыз қозықұйрығымызды. Керемет, тамаша қозықұйрықты. Бұл жерде 1 килограммдай қозықұйрық мінекей сүзіп алып, суытып, сосын барып тураймыз. Турағанда қуырмашқа менің алдыңғы видеомды тамашалаған болсаңыздар, мен саңырауқұлақ, яғни қозықұйрықтан бұқтырмасын тамаша тағам жасағанбыз. Енді бұл сорпа болғандықтан мен мына жерде қозықұйрықтың майдалауларын пайдаландым.
Сол көбісі кейде бөлінбейді, үлкен ғана бірнеше ғана бөлікке бөлеміз. Осылай үлкен кейінде мысалға мына бөліктерді бөлмейміз, міне осы кейінде қоса береміз ғой. Тек мынандай үлкен бөліктерді ғана бір 2-3-ке бөлеміз. Әдемі жұмсақпен қоса береміз. Дайын. Енді осыны суытып қоямыз. Ал енді көзгемізді пісіріп қойдық, қайнатып алдық. Енді май құямыз қазанымызға. Сөйтіп сәбіз, картошка көп құймаймыз, енді сорпаға. Шамалы сол бір 30-40 миллиграмдай күшейтіп майды. Ағаш қабақ пайдаланамыз. Жүрістер. Бұл жерде мен енді ең бірінші сәбізді салсам деп отырмын да. Пияз салсақ та болады. Сәбізді салайын деп отырмын. Сәбіз ақырап қорын кіретіп. Сәбізден кейін барып пияз салам, пияздан кейін барып картопты салып қуырам. Тез біздің сәбіздеріміз қуырылды. Байқасаңыздар, золотисті дейді, алтын түсті, өзгеше болып қуырылды, әдемі. Енді пиязымызды саламыз. Пиязымызды аса қатты қуыра бермейміз. Сәбіздің қасына қоспай, бөліп жанына қуырған жақсы мезгілде. Piyazımız қуырылды, көріп тұрғандағыздай алтын түске еніп. Енді негізінде сорпаның картоғын қуырмайды ғой, бірақ мен дәмді болсын деп бұл жолы сәбізімнің картоғында сәл майға қуырып алсам деп жатырмын. Міне пиязым бір жақта, сәбізім бір жақта, картопты да бір шетке саламын. Қазанның сөйтіп майға шамалы майдың картошка сіңсін деп жатырмын. Қозы құйрық несі болатын болғандықтан, сорпасы болғандықтан, картопқада қуырылып бір әдемі дәм берсін етсін деп жатырмын. Бұл жерде енді мен солай ойлап жатырмын өзім. Майға 5-10 минут қуырып аламыз бір шетінде. Мына картоғымызды 5 минуттай қуырып алдық. Енді мен қазір мына орта тұсына жанында картопты да, сәбізді де бір шетіне қойдым, пиязды да. Енді жаңағы өздеріңіз жатқан салатын салының ортасына ортасына салып, ортасына біраз қуырам. Мына шетінде картоғым, мына шетінде пиязым, алтын түсті және сәбізім бар. Осылай
салатымды да біраз майға қуырып аламын. Міне салатымды да 5-10 минут болды. Енді сәбізім қандай керемет, пиязым өте әдемі бітті, түсі де өте керемет, араластырамын. Келесі сәбізімді араластырамын. Енді картофелімді араластырамын. Салаттың дәмі картоп, сәбізге, пиязға жақсылап пісуі үшін тағы да біраз 5 минут қуырамын. Осы кейін жеткілікті қуырылды, бақап тұрсаңыздар. Енді осының үстіне су құямын. Сорпамызға су құямыз. Сорпаға өзімізге қажетті мөлшердегі суды құямыз. Міне мен қажетті суды құйдым. Бұған енді қайнатамыз. Қайнағаннан кейін қажетті дәмдеуіштерімізді саламыз. Әрине тұзымыз бар, перпробамыз бар, укроп бар, петрушка бар дегендей сол қажетті дәмдеуіштерді қосамыз. Әзірге енді қайнап шыққанша, қайнатуының қақпағын жауып қайнатып аламыз, картоп піскенше. Енді қозы құйрығымызды дайындайық, суыған қозы құйрығымызды. Міне өздеріңіз көріп тұрғанда мен турап қойдым. Қозы құйрығымды суыды. Қозы құйрықтар былай екіге бөлдім, үлкендеу міне. Бір бүтін қозы құйрықты мысалға екіге бөле салдым осылай. Екіге бөле салдым осылай, екіге бөліп турап дайындап қойдым. Енді бұны мен бірден сорпаға салмаймын. Бұны бірінші майға қуырып алам, майдың әдемі дәмі шығу үшін. Мына жерде менің сковородкамда шамалы ғана жұқа ғана май бар. Көріп тұрғаныңыздай мына жерлерде мен осы майдың үстіне мен қозы құйрығымды салып, мінекей, енді отқа қойып, осыны осы аз ғана маймен қуырып алам. Міне қозы құйрығымызды қуырып жатырмыз. Осылай жақсылап қуырып аламыз. Көрсеңіздер, өте керемет қуырылды. Күшті қуырылды. Осылай қуырып алдық. Жақсылап қуырып отырамыз. Қойылып тұрған өте керемет қуырып шықты. Тамаша. Иісі бәрін жарты. Айтамаймыз, мен көп тәбетті ашқан деп. Негізін сорпамыз сәңізді. Енді осы сорпамызға қажетті дәмдеуіштерімізді саламыз. Ең бірінші тұз. Тұзды көп салмаймын. Бір ас қасық, кейін дәмді қарай көреміз. Кейін қазір приправаларды қайталап айтамын, дәмді тұзды болады ғой, міне тағы да бір ас қасық. Және менің ең любимый лотос тұзым, бұны әрине міндетті түрде 2 қасық салам. Міне салды. Енді осы қайнап атқанның үстіне біз қазір мынау қуырып дайындалған қозы құйрығымызды саламыз. Қозы құйрығымызды салып, осы қозы құйрығымызды салып 10 минуттай, 5-10 минуттай қайнатамыз.
10 minutта қайнатып аламыз. Қайнап жатыр. Енді осы көжеміз. Тұзын көрдік, өте дәмді, хош иісті. Картофелімізді пісіп көріп тұрғандастық. Тұтты піскен жағдан күшінен піспір. Қазір біз петрушканы укроп саламыз. Мынау біздің петрушкамыз құлақтыры. Мынау укроп. Қыс мезгілінде осы көктем енді әлі укроп осы құлақтырын қолданып өзі. Екі-үш минут қайнатсақ, бұл біздің сорпамыз дайын болады. Мынау укропымыз бен петрушкамыз сорпаның дәмі шығу үшін. 2-3 минут қана қайнатамыз. Ата былай сорпамыз дайын болды. Сорпамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай енді міне хош иісті сорпамыз дайын. Сорпамызды сұйықтап ішсеңіздер де, қойлап алсаңыз енді ол өздеріңізге байланысты. Міне біздің сорпамыз дайын болды. Қозы құйрық сорпасы дайын. Неде біздің қозы құйрығымыз, картофеліміз өте керемет дайын болды. Дәмі хош иісті, иісі де дәмі де керемет.